Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздердің үйіңіздегі тоңазытқышта ұзақ мерзімге сақталынатын, бұзылмайтын әрі қаймаққа ұқсайтын айран өйту тәсілін көрсететін боламын. Мендегі сүт үйдің қолдың сүті, піскен сүт. Бірінші ыдысымызға құйып алып, отқа қоямыз. Жылыған білу үшін соңғы саусағымызды батырып білеміз. Саусағымыз күймейтіндей болу керек. Жылыған сүтімізді банкіге құйып, мендегі ұйытқы дүкеннің айраны айс 2,5%. Жақсылап шайқап алып, ыдысымызға айранымызды құйып аламыз. Үстінен жылыған сүтімізден азғантай алып, жақсылап араластырамыз. Енді ұйытқымызды жылыған банкідегі сүтімізге құйып, банкіге қасығымызды салып, жақсылап шайқап араластырамыз. Бетін қақпақпен жауып, 7-8 сағатқа сыртынан кез келген жылы ұстайтын матамен орап қойып қоямыз. 7-8 сағаттан кейін алып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Мендегі айран дайын. Дәмі өте керемет, әрі кілегейлі, қаймақ сияқты. Келесіде айран ұйытқанда, осы айраннан қалған ұйытқыдан арғарай ұйытатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер.